Бүгін досымның туған күні. Кафеге баратындығымызды таңертең қоңырау шалып айтты. Енді міне, бар әдемі киімімді киіп, барымды арқалап, айтқан жеріне жеттім. Жол бойы баратқанда, бүгін ащы судан ұрттамаймын деп өзіме уәде бердім. Өз-өзімді қайырумен келдім десем де болады. Өткен жолы ішкеннің кесірі қатты батты. Көніп тұрған қызға қайратымды өткізе алмай қайтқанмын. Видеоны бастамас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийге ақыл кеңестеріңізді жазып кетіңіздер. Өмірден алынған арнасында тек қана өмірде болған оқиғалар ғана жарияланады. Өскелең ұрпақ осындай адамдардың қателіктерін естіп, өздеріне сабақ алсын деген мақсатта ашылған арна. Ендеше әңгімемізді жалғастырайық. Көп адам жиналған екен. Көзіме оттай басылған, шашын қоңыр түске бояған, бота көзді ақ құба қыз көзіме бірден түсті. Бойы ұзын, аппақ жүзді қызға құмарым ауды да қалды. Сазандай санын жылтыратып, көтенін бұлдитып, кеудесін жартылай жалаңаштап, қып-қызыл көйлек киіп алыпты. Үстелдің үстінде өкінішке орай екеуміз бір-бірімізге қарама-қарсы отырдық. Оның үстіне ойнақы көздерімен мені атып, менің іші бауырыма кіріп бара жатқандай. Ары-бері еңкейгенде, онсыз да үлкен кеудесі былай да былай кәдімгі мені мүлде есімнен тандырды. Қалай да болса да жеке қалатынымызға мен сенімді едім. Арада біраз уақыт өткеннен кейін махаббат биіне шықтық. Аздап ұрттап отырған қыз биге келгенде маған майысып қалды. Аты Әсел екен. Бастапқы қол жүгірту фазасы сәтті аяқталды. Арасында жарық сөнген кезде болатын баяу ырғақты би кезінде қолдарым арлы-берлі жақсылап зерттеп шықты. Қысқа көйлегінің етегін көтеріп, фигурасын зерттедім. Ендігі кезекте оңаша жерге алып шығу болды. Оның сәті тек 1 сағаттан кейін ғана түсті. Таза ауаны сылтауратып, кафенің дворын алып келдім. Көктемнің соңғы күндері ауа-райы өте жылы болатын. Қалаған адам амалын табады демекші. Кафенің артында бір ағаштың түбіне барып, оңаша қалған қыз одан сайын маған ашыла түсті. Сүйісіп аймаласу процесі өте қатты құмарлықпен өтті. Қай қыздың болмасын, мойнынан сүйсен, бірден көніп кететіні бар. Ақ тамағынан жеңіл өбіп өткенде, қыз бірден балқыды да түсті. Қолын менің денеме жүгірте бастады. Бірте-бірте оның да қолы төмен қарай түсе бастады. Қызыл көйлектен иығы түсті де, кеудесіне тағатыны бірден түсті. Ендігі айқас топ-томпақ болған екі кеудесінде. Менің қолдарым оның арасынан өтті. Қыз да өзінше бір менің денеме қолын жүгіртіп, ол да бір өзінше рахатқа батып барады. Сөйтіп екеуміз қалаған нәрсемізді бітірдік. Қыздың түріне қарасаң, тершеген ризашылықтың түрін түсіндім, ұнағандығын байқаладым. Сөйтіп бәрі керемет болды. Ағаштың түбінде өзіміздің қалаған нәрсемізді аяқтадық. Енді жоғарыға көтеріліп, қонақтардың бөлмесіне кіру қалды. VIP қонақтарға арналған бір бөлме бос тұрғанын бақыладым. Ол жерге кіріп, жарықты өшірдім. Менің барлық ойым жаңағы отыратын диванда Әселмен болу болатын. Басқа ойымда ештеңе жоқ. Ащы суды араласқан қыз, құмарының иісі менің басымды айналдады. Басым айналғаны сонша
сол жерде ойнап жатқан музыка да маған әсер етпеді. Бар есілдердім әселді тар диванға аунату. Төсекке жетпей жатып, әсел мені бірден төсекке тартып алды. Бірінші танысқан қызбен бір рет емес екі рет болу әр жігіттің арманы дедім іштей. Әрине мен мақтымын, бірақ бұл қыз маған дейін қанша жігітпен болған? Бұл қыз өзі сау ма? Қорғанбаған жыныстық қатынас не нәрсеге алып барады? Дені дұрыс жігіт өзінің қарындасындай қызды ағаштың түбінде, вип-кабинкада осындай әрекетке бара ма? Бірақ өзі келіп, өзі көніп, өзі келісіп тұрған қызды ешқандай жігіт құрдан-құр жібере қоймайды. Анау еркектің есін кетіретін қыз екен. Төсінің өлшемі, фигурасы, денесі, жалпы бүкіл түрі, бет-әлпеті анау ер адамды елжіретіп жіберетіндей қыз екен. Ол кеш аяқталғаннан кейін екеуміз екі жаққа кеттік. Арада 3 жыл уақыт өткеннен кейін мен ол қызды көшеде, паркте көріп қалдым. Бірден ол екені есіме түскен жоқ. Түрі таныс, бірақ кім екен деп біраз ойландым. Қасында күйеуі, 2 баласы бар. Бір ұл, бір қыз. Біраз ойланып есіме түсті. Әлгі қыз екені есіме түсті. Бұрын анам айтушы еді, тесік моншақ жерде қалмайды деп. Арты таза емес қыздарда әрине бақытты болуға лайықты. Бірақ сен өзіңнің қызыңды өзіңнің орнына қойып көр. Әрине менің жасағаным да дұрыс емес. Бірақ бұл өмір. Және әркім бұл өмірден өзіне керегін алады. Өзінің орнын табады бұл өмірден. Негізі өмірде түзу жолдан тайған әпке-сіңілдеріміз, қарындастарымыз, інілеріміз өте көп. Жеңіл табылатын пайда, 5 минуттық ләззат үшін алдағы өмірлерін ұмытып кетіп жатады. Негізі ол ақша жұмсалып кетеді, ол ақшада таусылады. Бірақ барлық нәрсе, адамның жасаған әрекеттері үнемі біздің миымызда болады. Сондықтан да жақсы естеліктер, жақсы оқиғаларды ғана есімізге түсіретіндей болайық. Бұл өмірде адал жүріп, адал тұрайық. Әрине, әр адам бақытты болуға лайықты. Бірақ біз өз өміріміздің автор өзімізбіз. Сондықтан да не істесеңдер алдыларыңа сол келеді. Немесе өзіңнің тағдырын өз қолыңда деп айтқым келеді. Өскелең ұрпаққа айтар ақыл кеңестеріңіз болса, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Өмірден алынған арнасымен бірге болғандарыңызға рахмет. Қазақша арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер. Келесі оқиғаға дейін қош сау болыңыздар.